Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Балақайлар, сабағымызды бастамастан бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отыра ғой. Жазылған комментарийіңа міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Бүгін біз сіздермен 66-шы сабақ қосу және азайту тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақта қосу және азайту амалдары компоненттерінің арасындағы байланысты табатын боласың. Олай болса сабағымызды бастаймыз. Бірінші суретке қара, әрбір сан нені білдіретінін түсіндір. Бірінші пойызда 30 вагон, екінші пойызда 20 вагон. Екі пойызда қанша вагон бар? Ол үшін біз балалар 20-ға 30-ды қосамыз, бізде 50 шығады, я? Енді 30-ға 20-ны қоссақ та 50 шығады. Демек, бізде қосындының орны ауысқанмен қосылғыштың мәні өзгермейді екен, я балалар? Ал енді керісінше 50-ден 20-ны аламыз, 30 болады. 50-ден 30-ды алсақ 20 қалады екен, я? Демек, бізде балалар екі пойызда бізде 50 вагон бар екен, я? Есептеуді қалай тексереді? Есіңде сақта. Қосуды тексеру үшін қосындының мәнінен қосылғыштардың біреуін азайту қажет. Сонда екінші қосылғыш шығады, я? Мысалы, 50-ден 20-ны алсақ 30 қалады, 50-ден 30 алсақ 20 қалады. Азайтуды тексеру үшін бірінші тәсіл айырманың мәніне азайтқышты қоссаң азайғыш шығады екен, я? Яғни 30-ға 20-ны қоссақ 50 болады деген сияқты. Екінші тәсіл азайғыштан айырманың мәнін кемітсең азайтқыш шығады екен. Яғни 30-ға 20-ны қоссақ 50 болады. Екінші тәсіл азайғыштан айырманың мәнін кемітсең азайтқыш шығады. 50-ден 30 алсақ 20 қалады. Топтық жұмыс. Екінші тапсырма. Қосынды мен айырма құрастыр, олардың мәнін тап. Қалай тексеруге болатынын түсіндір. Бірінші қосылғыш 30, екінші қосылғыш 20. Қосындының мәні 50-ге тең болады екен. Бірінші қосылғыш 10, екінші қосылғыш 50, қосындының мәні 60-ға тең болады. Бірінші қосылғыш 40, екінші қосылғыш 20, қосындының мәні 60-қа тең болады екен. Енді азайтқышты қарайық. Азайғыш бірінші 100, азайтқыш 80, айырманың мәні 20-ға тең болады. Бірінші азайғыш 70, екінші азайтқыш 10, айырманың мәні 60-ға тең болады екен. Үшінші бағанда бірінші азайғыш 80, азайтқыш 10, айырманың мәні 70-ге тең болады екен. Мінекей балалар, екінші тапсырманы біттік. Үшінші тапсырма өзіндік жұмыс. Бос орындарға тиісті сандарды ата. Яғни 40-қа қаншаны қоссақ 100 болады? Әрине 60-ты қосамыз, я? 80-ге 80 жауабы шығу үшін біз 30-ға 50-ді қосамыз, я? Ал 90-нан 80-ді алсақ 10 қалады екен. Соңғы есепте 90-нан 40-ды алсақ 50 қалады екен, я балалар? Осылайша біз үшінші тапсырманы орындадық. Төртінші тапсырма. Математика күнделікті өмірде. Тапсырманы орында. Вагонға әжесі, анасы мен немересі кірді. Олар 3 орынға қалай отыруы мүмкін? Әртүрлі нұсқаларды ұсын. Балалар, бұл жерде әжесі ортада отыр, я? Әжесі мен қызы орын ауыстыруы мүмкін. Немесе жаңағы әжесі мен анасы орын ауыстыруы мүмкін, я? Осылайша орындарын ауыстырып отырулары әбден мүмкін. Сен зерттеушісің. 5-ші тапсырма. Саяхатшылар пойыздың терезесінен мынадай көріністерді көрді. Әр жағдайда сағат қандай уақытты көрсетуі мүмкін? Бірінші сағатта балалар. Біз
күннің енді шығып келе жатқанын көреміз, иә. Яғни бұл бізде таңғы сағат 7 болуы мүмкін. Екінші суретте бізде сағат 1 деп қойдық, иә. Яғни күн бізде тал төбеде тұр. Үшінші сурет бізде кешкі сағат 6 деп қойдық, себебі күннің батып келе жатқан суреті көрініп тұр, иә. Ал төртінші суретте бізде айдың, аспанда жұлдыздардың суреті тұр. Демек, біз бұл сағатты түнгі сағат 12 деп белгілеп қойдық. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.